Қарақалпақстан Республикасының арқа батыс тарепін ұшы қиырсыз үстірт тегіслігі иелеп жатырған болса, Қобыла шығыс тарепінде Қызылқұм шөлістанлығы көсіліп жатыр. Әпуайы көзбенен қарасаң, бұл шөлістанлықларда тіршілік жоқтай көрінеді. Хақиқатында, сан-санақсыз жансатлардың жабайы табиатта жасау үшін айқасы батырған қайнаған өмірінің гуасы боласыз. Солардың ішінде жабайы табиатқа һәм инсанларға айтарлықтай зиян келтіріп атырғаны термитлер болып есепланады. Термитлер табиатта кең тарқалған болып, олар топырақ бенен байланыслы болған әр қилы экологиялық орталықтарда колония түзіп жасайды. Ілімде олардың 2800-ден артық түрі мәлім. Солардан 120 түрі зиянкес сипатында тізімге алынған. Ұлыма Өзбекстанда 2 түрі, Түркістан термиті менен Каспий арты термитлері бар. Барлық термитлердің жер астында тіршілік ету һәм көбею жоллары бір-біріне ұқсайды. Олардың ұяларын аңлау қиын емес. Түркістан термитлері топырақтан биік емес, жалпақлау төбешік етіп ұя соқса, Каспий арты термитлерінің ұясы ярым, хәттегі 1 метрге шекем биік болады. Бір ұяда ұяның үлкен кішілігіне қарап 3000-нан 5000-ға шекем термитлер болады. Термитлер 4 дәрежеге бөлінеді, яғни қызметкерлер, әскерлер, нимфалар һәм шах пенен малика. Ұядағы термитлердің 80%-тен асламы қызметкерлерден құралады. Термитлердің ұясы бірнеше өжірелерден ібарат болып, бір-біріне өтетұғын өткеллерменен байланысады. Ең жоғарыда жайласқан өжірелерде азықлар жиналса, оннан төменгілерінде личинкалар болады. Термитлерде өз ауладына қамқорлық қылу күшлі рауажланған. Шах пенен малика ортада өжіреде, дөңгерегіндегі өжірелерде нимфалар һәм қызметкерлер, ал әскерлер болса қорғау қызметін атқарады. Шах пенен малика тек қана тұқым қою менен шұғылланады. Олар орташа 30 жыл жасап, күніне 30.000-нан мәйек туады. Шах пенен маликаны ауқатландыру һәм туған мәйеклерін жоғары өжірелерге жайғастырып, оларға қамқорлық қылу қызметкерлердің вазипасына кіреді. Әскерлер болса шах пенен маликаны сыртқы дұшпаннан қорғайды. Ал нимфалар шах пенен маликаның орынбасарлары болып есепланады. Термитлердің бас дұшпаны құмырсқалар болып есепланады. Құмырсқалар сыртқа шыққан термитлерді дәрі ұслап, егер ұясының аузы ашық болса, құмырсқалар колония болып хүжімге өтеді, һәм ұяны иелеп алады. Сондықтан термитлер ұясының аузларын өзлерінің организмінен ісілеп шығарған минералларды топырақ пенен араластырып бітеп таслайды, һәм ұясының сырты құмырсқалар қазалмайтұғын дәрежеде қатты болады. Бір ұяда бір шах һәм бір малика жасайды. Жетіліскен еркек һәм ұрғаншы нимфалар бәһәрде қанат пайда етіп, өріс кеңейту үшін ұзақларға ұшып кетеді. Соң қанатларын түсіріп, еркек һәм ұрғашы нимфалар табысып, уақыттың өтуі менен малика һәм шаққа айланып, әр қайсы өз колониясын түзеді.
Термитлер соқыр болғандықтан жер астында тіршілік етеді. Олар сексеуіл, жыңғыларды азықлық етіп жеу үшін түбінен басылап шақаларына шекем ылай менен сыбап, сол сыбаудың ішінде қалған ағашты жеуге кіріседі. Олар жақтылықта әрекет ете алмайды. Сондықтан жейтұғын азығын алдын ылай менен қаплап алып, соң жей басылайды. Ілімпазлардың айтуына қарағанда 500 мың термит бір жылда 5 тонна ағашты жеп тастайды. Себебі олардың текарғы азығы целлюлоза һәм клетчаткалар. Өсімдіктер һәм хайуанатлар дүниясы генефонды институтының термитлерге қарсы күресу илажларын алып барып атырған ілімпазлар бұл жердің тұрғынлары менен ұшырасып, жайды салмастан алдын жайдың орнын қалай тайырлау керектігіне мәслихатлерін берді. Мына үйдің иесіне ілімпазлар таза қонысқа бұл үйдегі ағашлардан алмай, осы жерде өртеп жіберуді мәслихат еткен. Себебі термит түскен ағашлар, құрылыс затлары, мебеллер, термитлерді тасу қызметін атқаруы мүмкін. Айрым бұқаралардың жасап атырған жайлары жарамсыз жағдайға келіп қалғанлықтан қоныс өзгертіп, бұрынғы мәкандағы қитақ жерлерінен ғана пайдаланып отырғанлары да бар. Термитлер шөлде жасайтұғын болғанлықтан сусызлық болған сайын рауажлана береді. Егер салынатұғын мәраттың орны бірнеше мәрте суға қандырылса, ол жердегі термитлер колониясы толығы менен қырылып жоқ болады.
термитлер хәттегі столба ағашларын да жей баслаган. Бухара уалаятында электр тармақлары станциясының асты термитлер ордасы болған. Тоқ өткеруші кабельдердің сыртқы изоляциясы құрамындағы жасалма целлюлозаны жеп, станцияны авария ахвалына алып келген. Олома термитлер машқаласы тек қана біздің республикамыздың емес, бүткіл дүния машқаласы. Америка құрама штаты термитлерге қарсы күресу үшін әр жылы 2 миллиард доллар сарқылайды. Өзбекстан Республикасы Ilmler Академиясы Қарақалпақстан бөлімінің биология институтының ілімпазлары бұл мәселеде дүния ілімпазларының тәжірибесіне сүйеніп, Түркістан һәм Каспий арты термитлеріне қарсы күресу іләжларын көріп атыр. Бұл бойынша биология ілімлерінің кандидаты Захира Бекбергенова дәслепкі нәтижелерге ерісті. Бұл әлбетте термитлерге қарсы күрестің бірінші басқышы. Бұл басқышта термитлердің жақсы көріп жейтұғын өсімліктеріндегі термитлерді өзіне тартатұғын элементлерді анықлап, химиялық қайта іслеу ұсылында тайырланған алдамшы азықлар арқалы колониясы менен қырылып кетуіне ерсу болып табылады. Дегенменен, бұл мәселе толық шешілді деп айтуға елі ерте. Термитлер жер астында тіршілік ететұғын болғанлықтан, оларды дәрілеу жолы менен қырып жіберу мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан бұл зиянкес менен күресуде тек ілімпазлар емес, бүткіл жәмиетшілік болып, оларға қарсы күресу іләжларын біргелікте алып барғанымыз жақсы нәтиже береді. Әсіресе, тазадан имарат құрушы бұқаралар сол орында тиісілі қанегелерге тексертіп, олардың көрсетпелеріне әмел қылуы тиіс. Сонда ғана біз термитлерден жәбірленудің алдын алған боламыз.